дамыту, мынау капитализмге ауыстық қой, иә, солардың жаңағы несіне тәсіріне ауыстыру айтып атқан жоқ. Иә, бұл инфраструктураны түзеу керек деп, халықтың жағдайын жасау керек. Оны есепке алмайды. Жолдар салынып атқан жоқ. Темір жолдың түрі анау, иә, вагондар құлап жатыр, вагондардың ішінде салқын, иә. Бұлар, мен айттым ғой, мынау Қазақстан бір мемлекет дүние жүзінде коммунизм құрған. Олар құрды Қазақстанда коммунизм. Ол коммунизмді құрды мына коммунистерге. 100 мың чиновник бар, Нұр Отан мүшелері, олар өздері үшін коммунизм, оларда бәрі тегін, санаторийға барады, нелерін жаңағы самолетпен ұшады, емделу өздерін клиникалар бар, анау аудан облыстың өздерінің больницалары бар, жеке, олар кәдімгі ақсүйек бүгінгі күні, олар кәдімгі чингизиттер, төре, ал анау жоғарғы лауазымдар әкімдер, олар Алматыда бар тұғын, Совминның больницасы, Астанада салды, Мәскеуде, Израильде, Италияда ондай клиника жоқ. Мен білем не жөнінде айтып жатқанын, зерттедім оны. Тағы да қайталайын. Астанада мынау коммунистер, Назарбаев өздеріне салған мынау клиника управление делами президента деген ғимарат, құрал жабдық, Израильде жоқ, Германияда жоқ, Ресейде жоқ. Қараңыз. Бұл жерде мен айтқым келетіні, ол жаңағы біздің дәрігерлердің де деңгейі жоғары, мен салыстыра аламын. Міне, бірақ олар жасайды тек шектеулі адамдарға, коммунистерге. Олар қазір бір Нұр Отан деді, аманат дейді, ертең тағы да, бірақ түбі коммунистер өздеріне коммунизм жасады. Ал халықтың жағдайы осы, мінекей жылап жатыр, айқайлап жатыр, оларды естіп жатқан ешкім жоқ, естімейді. Ал бірінші алаңға шығамын десе, полицияны алады да сындырады. Сондықтан жаңағы әйел Тоқаев қайдасын деп, Тоқаев жүр Путиннің тапсырмасымен газовый жаңағы Өзбекистан, Қазақстан одақ құрам дейді. Одақ баяғыда құрған, кірді Қазақстан. Бұл жерде жай формально, ол не істетіп тұр. Қазір мына батысты жауып тастады, газды ешкім сатып алмайды. Ол Путин Эрдоғанмен келісті, Каспийден трубопровод лақтырады да, сосын Турция сатады деп, сол Турцияға газын жібереді. Ама жақтан оған ешкім тимесін деп, Өзбек пен Қазақ бірікті, солар газ сатты деп. Сөйтіп солардың артынан бұл түлкі өзінің газын, өзінің мұнайын сол Турция арқылы сатам деген жоспар. Осыған жүгіріп жүр. Ал енді мінекей бүгінгі